Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода 105 жасқа дейін өмір сүрген жапон дәрігерінің 14 баға жетпес кеңесі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Адамға 100 жасқа дейін өмір сүруге не көмектеседі? Бұл сұраққа жауапты 105 жасқа дейін өмір сүрген доктор Шигеаки Хинахара тапқан болатын. Жапониядағы ең көне дәрігерлердің бірі 1911 жылы дүниеге келген екен. 150-ден астам кітап жазған доктор Хинахара ұзақ және бақытты өмір сүру үшін бірнеше құнды кеңестер беруге шешім қабылдады. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Ұзақ өмір сүру құпиялары. Біз энергияны дұрыс тамақтану мен ұйқыдан емес, өзімізді жақсы сезінуден аламыз. Тамақтанғысы немесе ұйықтағысы келгенше қуанатын және көңіл көтеретін балалар сияқты болыңыз. Қатаң ережелерден арылыңыз. Сонда сіз өзіңізді жігерлі және бақытты сезінесіз. Келесі, артық салмақтан арылыңыз. Хинахара өмір бойы тамақтануға мұқият болды. Таңғы асқа ол кофе, апельсин шырыны және біраз қасық зәйтүн майын, түскі асқа печенье қосылған сүтті, ал кешкі асқа көкөністер, балық және күрішті жері, аптасына 2 рет ет жеген болатын. Келесі, әрқашан алдын ала жоспарлаңыз. Доктор Хинахараның өмірінде дәрістерге, кездесулерге және ауруханада жұмыс істеуге толы жұмыс кестесі болды. Сондықтан ол бәрін алдын ала жоспарлауды үйренді. Бұл әдет ақыл-ойдың анықтығын сақтайды және табысты өмір сүруге көмектеседі. Келесі, зейнетке шығуға асықпаңыз. Егер сіз физикалық және психикалық тұрғыдан жақсы болсаңыз, зейнетке шығудың қажеті жоқ. Бақытты және табысты өмір сүру үшін мүмкіндігінше ұзақ жұмыс жасаңыз. Өз біліміңізбен бөлісіңіз. Хинахара бүкіл Жапонияны аралап, жылына 150 дәріс оқыды. Ол дәрістердің көп бөлігін аяғымен 1,5 сағат бойы өткізді. Бұл оны жақсы күйде ұстаған болатын. Келесі, дәрігерлер айтқанының бәріне сенбеңіз. Хинахараның өзі дәрігер болғанмен, ол дәрігерлердің ұсыныстарын соқыр орындауға кеңес бермеді. Өйткені бұл керісінше әсер етуі мүмкін. Баспалдақпен көбірек жүріңіз. Лифтті пайдаланудың орнына баспалдақпен жүру денсаулыққа қатысты бірқатар мәселелердің алдын алады. Шабыт алыңыз. Өзіңізді жаңа жетістіктерге ынталандыру үшін шабыт іздеңіз. Ауырсыну бұл жұмбақ нәрсе. Дәрігердің айтуынша, ауырсынуды ұмытудың ең жақсы тәсілі көңіл көтеру және де ләззат алу. Ауруханада жұмыс істей отырып, ол музыка мен жануарлар терапиясы және де сурет салу сабақтарын пациенттерге ауырсынуды жеңуге көмектесетінін анықтады. Салауатты өмір салты. Материалдық құндылықтарға ілінбеңіз. Ақшаны қуу сізді ешқайда апармайды. Сонымен қатар, сіз өзіңізбен бірге қабірге миллиондарыңызды алып кете алмайсыз. Бір ғана ғылым адамдарды емдей алмайды, немесе көмектесе алмайды. Дәрігер әр адамның бірегейлігіне сенді және көптеген аурулар біздің көңіл күйімізге байланысты деп есептеді. Ауруды емдеу үшін дәрі-дәрмектерді немесе операцияларды ғана емес, өнерді және басқа ресурстарды пайдалану керек. Келесі, мазасыздықты тоқтатыңыз. Өмірді болжау мүмкін емес, және де ол тосын сыйларға толы. Үнемі мазасыздық тек депрессияға және басқа мәселелерге әкеледі. Сондықтан қашанда позитивті болған дұрыс. Өзіңізге үлгі боларлық тұлғаны табыңыз. Табысты болу үшін үлгі болу керек. Әрқашан дәрігер қандай да бір мәселеге тап болған кезде, ол өзінен әкесі қалай әрекет ететінін сұраған еді. Бұл оған тез жауап табуға және көптеген мәселелерді шешуге көмектесті. Ұзақ өмір сүру керемет. Доктор Хинахара өмірден толық ләззат алуды үйренді.
Ол аптасына 7 күн 18 сағат жұмыс істеді. Өмірінің әр сәтінен қуаныш алған болатын. Сізде осы орайда доктор Хинахараның 14 баға жетпес кеңесі жөнінде өз ойыңызды айта кетіңіз. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.